Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 5-3 сабақтың А тобына қатысты бірнеше есептерді мысал ретінде қарастыратын боламыз. Олай болса, ең алдымен 906 жаттығудан бастайық. Бұл жерде есептің берілгені мынандай. Сан аралықтарын координаталық тізуде кескіндеңдер. Яғни мынандай бізде сан аралығы берілген жазылған екі аралық. 1 мен 5-ті мысал ретінде қарастырамыз біз қазір. Осы аралықтарды координаталық тізуде кескіндеп көрсетуіміз қажет. Ол үшін ең алдымен біз координата тізуін сызып алайық. Мінекей сызып алдық. Енді бұл түзудің бойынан -3 және 5 сандарын белгілеп алайық. Өйткені -3-тен 5-ке дейінгі аралық берілген. Байқап отырған болсаңыздар, тік жақшамен берілген. Тік жақшамен берілсе, демек -3 деген жауаптары 5 деген жауаптары қабылдайтын болатын. Егер ол екеуін де қабылдайтын болса, онда біз нүктені бояп, ішін бояп көрсететінбіз. Демек, мұнда -3, ал мұнда 5 деген нүкте. Мінекей екеуін де бояп көрсетіп алдық. Енді осы аралықты белгілеп көрсетсек жеткілікті. Тік жақша болған үшін екі нүктені де бояп көрсету керек міндетті түрде. Ал 5-ші есепте ең алдымен координаталық тізуді сызып алайық. Ал енді бұл координаталық тізу минус шексіздіктен басталады дейді. Минус шексіздікті көрсетпейміз ешқандай да нүктемен. Ал минус шексіздіктен -4-ке дейін. Демек, -4 деген нүктені бояп көрсетейік. Өйткені тік жақшамен берілген. Сол себепті оның да іші боялып көрсетіледі. -4-тен кіші болу керек аралық, яғни минус шексіздікке дейін. Минус шексіздік бізде ол сол жақта орналасқан. Демек, сол жақтағы аралықты былай көрсетіп қоямыз. Демек, біздегі мұндағы аралық минус шексіздіктен -4-ке дейінгі аралық болып есептелінеді екен. -4-ті міндетті түрде бояп көрсету қажет. Тура осылай қалған аралықтарды да координаталық тізудің бойында бояп көрсетіңіздер. Ал енді біз 907-ші жаттығуды қарастырамыз. Бұл жерде есептің берілгені мынандай. Суретте кескінделген сан аралығының белгіленуін пайдаланып жазуымыз қажет. Мұның алдында қарастырған есепке керісінше есеп. Яғни бұл жерде керісінше кескінде көрсетілген, ал енді бұны аралық бойынша жазуымыз қажет. Яғни бірінші есепті қарастыратын болсақ, -6-тан басталып отыр және 3,7-ге дейінгі аралықты қамтып отыр. Ал енді бұны жазатын кезде жақшаны жай жақша қоямыз ба, тік жақша қоямыз деген сұрақ туындайды. Әрине бұл жерде -6 боялып отыр, демек -6 жауаптың ішіне кіреді. Сол себепті -6-тан бастап жазған кезде -6-ны тік жақшаның ішіне көрсетеміз. Ал келесі нүктеміз боялып тұрған жоқ, яғни -6-тан 3,7-ге дейін 3,7-ні біз жай жақшамен көрсетіп жазуымыз қажет. Бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді үшінші есепті қарастырайық мысал ретінде. Ол ешқандай да нүкте көрсетілмеген бастапқы жағында, демек минус шексіздіктен басталып отыр біздегі аралығымыз. Естеріңізде болсын, ешқашан шексіздікті тік жақшамен белгілемейміз. Шексіздік үнемі жай жақшамен белгіленеді. Минус шексіздіктен басталды және 3-ке дейін. Бізде 3 боялып отыр іші, демек 3 деген жауапты қамтиды. Сол себепті 3-тің ішін тік жақшамен көрсетіп қоямыз. Минус шексіздік болсын, плюс шексіздік болсын, үнемі жай жақшамен көрсетіліп жазылады. Қалған есептерде тура осылай аралықпен жазып шығыңыздар. Ал енді біз 908-ші жаттығуды қарастырамыз. Бұл жерде мына теңсіздіктердің шешімін сан аралықтармен жазыңдар деп берілген. Яғни бірінші теңсіздік x үлкен 7,5-тен. Бұл жерде кесінді сызыңдар деп нақты айтпаған. Бірақ сонда да координаталық тізудің бойына біз сызып көрсетейік. Бұл жерде ең алдымен 7,5 деген нүктені белгілеп көрсетіп алайық. Бұл жерде әрине нүктенің іші боялмайды, өйткені қатаң теңсіздік. 7,5. 7,5-тен үлкен мәндер қабылдайды, демек 7,5-тің оң жағын көрсетеміз, өйткені одан үлкен сандар оң жақта орналасқан. Мінекей, осы аралықтың барлығын x қабылдайды. Ал егер бұны аралық ретінде жазатын болсақ, онда 7,5 жай жақшамен жазылады, өйткені нүктенің ішін боямай көрсеттік, және қатаң теңсіздік бар. 7,5-тен басталып, плюс шексіздікке дейін жалғасып кете береді. Жаңа айттым, шексіздіктің барлығын жай жақшамен белгілейміз. Тура осылай, келесі екінші есептерді қарастырып көрейік. Бұл жерде y кіші 3-тен болады деп берілген. Демек, ең алдымен координаталық тізудің бойынан 3 деген нүктені белгілеп алайық. Бұл жерде де қатаң теңсіздік, сол себепті бұл жолы да нүктенің іші боялмайды, яғни боямай көрсетеміз. 3 деп жазып алдық. Ал енді y 3-тен кіші мәндерді қабылдайды. 3-тен кіші мәндер бізде бұл координаталық тізудің сол жағында орналасады. Демек, сол жағындағы аралықты 3-ке дейінгі көрсетіп қоямыз. Y-дің қабылдайтын мәндері осы жақта жатар екен. Ал енді бұны аралық ретінде жазатын болсақ, минус шексіздіктен басталып тұр екен, ешқандай да нүкте қойылмаған мына жақта. Демек, минус шексіздіктен басталады деп жазамыз жай жақшамен, және 3-ке дейін. 3-ті де жай жақшамен көрсетеміз, өйткені қатаң теңсіздік қойылған және мұнда нүктені бояп көрсеткен жоқпыз. Сол себепті бұл 3 деген жауап қабылданбайды, оны жай жақша арқылы жазамыз. Минус шексіздіктен 3-ке дейін. Қалған есептерді тура осылай аралықпен көрсетіңіздер.
Ал енді біз ең соңғы мысалды қарастырамыз. 910-ші жаттығу. Бұл жерде есептің берілгені мынандай. Бізде аралықтар берілген. Осы сан аралықтарына тиісті болатын бүтін сандарды жазуымыз қажет. Мысал үшін бірінші есеп қарастыратын болсақ, -3-тен 2-ге дейінгі аралық берілген. Осы аралыққа тиісті болатын бүтін сандарды жазамыз. Мысалы, бұл жерде -3 кірмейді, өйткені жай жақшамен белгіленіп тұр. Егер тік жақша болатын болса, кіретін еді жауабымызға. -3 кірмейді, бірақ -2,99, -2,98 деген сандардың барлығы кіреді. Бірақ бізде есептің берілгенінде бүтін сандарды жазыңдар деп тұрып отыр. Осы аралыққа кіретін. Демек, бұл аралыққа кіретін бүтін сандар -3 кірмейтін болса, демек, бұл аралықта -2 деген бүтін сан бар, -1 бар, 0 бар, және 1 деген сан бар. Мұндағы 2-де жауапқа кірмейді, өйткені 2-де жай жақшамен белгіленген. Демек, бұл аралыққа кіретін бүтін сандардың саны 4 екен, яғни -2, -1, 0 және 1. Ал екінші есепте аралықты жазатын болсаңыздар, -5-тен бастап 1-ге дейін барлық бүтін сандарды -5 пен 1-ді қоса ала жазу керексіздер. Өйткені бұл жерде -5 тік жақшамен белгіленген, 1-де тік жақшамен көрсетілген. Демек, 2 жауапты да қабылдайды. Яғни бұл жерде екінші есептің жауабы -5, -4, -3, сол сияқты 1-ге дейінгі бүтін сандардың барлығын жазып көрсетесіздер. Осымен А тобына қарастырған есептеріміз аяқталды. Ал енді қалған есептерді осы мысалдарды негізге ала отырып шығарыңыздар.